Кристал тобында тағы да өзгеріс. Ал қыздар, Нара қайда? Қастарыңдағы мына үш қыз кім? Айта беріңдер. Бірінші кезекте біз Айнстан кешірім сұрағымыз келеді. Себебі біз оларды көп күттіріп қойған болатынбыз. Соңғы фан-митинг кезінде біз 1-2 айдың ішінде камбэк жасаймыз деп айтқанбыз. Бірақ өкінішке орай белгілі себептердің кесірінен ол біздің жобаларымыз орындалмай қалды. Себебі топтан Нара кеткен болатын. Сонда нақты қандай себеп болды? Негізінде біз әнді бәрін дайындап қойғанбыз, және де бейнебаянды түсіруге, сапар шегуге дайын болғанбыз, бірақ топта түсініспеушіліктер, бір көзқарасымызда түсініспеушіліктер пайда болды, және де соның кесірінен, соның салдарынан кетуге мәжбүр болды. Дегенмен топ тез арада белсенділік танытып, Нараны алмастыратын қызға кастинг жариялайды. Нәтижесінде Мақпалдың орнына бірден 3 ару таңдалған. Біз Мақпал кеткеннен кейін кастинг жасаған болатынбыз, және де Монаны алдық. Ал содан кейін біз стажерларымыз ММнің ішіндегі 2 қызды тағы қосқан болатынбыз. Және де осы құраммен біз әнді де жазған болатынбыз. Олай болса, Ионстар сүйікті топтарыңызға қосылған жаңа қыздармен таныс болыңыздар. Всем привет, меня зовут Анеля, мой никнейм Нелли, мне 17 лет, в группе моя позиция является вокалист и главный танцор. Бәріне сәлем, менің атым Жамиля, лақап атым Сұлу, мен 20 жастамын, топта мен главный вокалист болып тұрамын. Бәріне сәлем, менің есімім Аида, лақап атым Мона, жасым 23-те, топта вокалист және де визуалмын. Сондай-ақ бестіктің шығармашылығына қатысты жанкүйерлеріне айтар жаңалықтары да бар. Біз қазір әндерді жазу үстіндеміз, және де жақын арада бізді камбэкті күтіңіздер. Ал Кристал тобы бұл жаңа туындылар арқылы мынадай ойды жеткізбек. Енді біз жаңадан туылғандықтан деп айтсам болады, перерождение болғандықтан біздің әнде сондай болайын деп тұр. Және де біз негізінде жаңа келісім шарт, осы құраммен жаңа келісім шартқа отырған болатынбыз, және де біз барлығын жаңадан бастаймыз. Бірақ қыздар жаңа қадам жасамас бұрын Ионстардан қолдау күтетіндерін жеткізді. Айнс, біз сіздердің қолдауларыңызды әрқашан күтеміз, және де сіздерге көп рахмет. Біздің жаңа осы құрамға қосылған қыздарды қолдауды сұраймыз. Ал біз өз кезегімізде қыздардың жаңа бастаған жұмыстарына сәттілік тілеп, осы жолы топтың ғұмыры ұзақ болар деп үміттенеміз. Сәттілік.